Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, қазір сіздерді өте керемет супер техникамен таныстырғалы отырмын. Достар, бұл техниканы кімдерге жасауға болады? Бұл техниканы үйінде сауда жасайтын адамдарға жасауға болады. Міндетті түрде үйінде жұмыс жасайтындарға тек. Үйінде қандай да бір бизнесі болса, немесе сетевиктер болса, қандай да бір затты үйінде сататын бизнесмендерге, саудагерлерге арналған. Ол үшін бізге не керек екенін қазір барлығын түсіндіріп өтемін. Ол үшін сіздер техниканы жасамастан бұрын свежий суретке түсуіңіз керек. Бастан аяққа дейін во весь рост дейді ғой, суретте, және сіздер жалғыз тұруыңыз керек. Қасыңызда ешқандай адам болмау керек. Суретті цветной түрде шығарып алыңыз. Одан кейін 3 номинал осындай темір ақша керек, тиын железный. Одан кейін осындай қызыл жіппенен ине жіп керек. Міндетті түрде қызыл түс болу керек, розовый немесе бордовый цвет болса жарамайды. Любой осындай свеча керек, даже тортқа арналған, бірақ түсі ашық болу керек. Көк күмбек немесе қара түс жарамайды, свечаның қалған цветтері болады. Сосын және де осындай зеленый цвет лента керек. Барлығын достар түсіндіріп өтемін қазір сіздерге. Суретті осылай қоясыңыз. Суреттің үстіне, енді сіздің энергияңызбен жұмыс жасайтын болғасын, суреттің үстіне осы лентаны осылай қоямыз. Достар, бұны тек міндетті түрде өзіңіз жасауыңыз керек, басқа біреуге жасап беруге болмайды. Лентаны осылай қоясыңыз, тиынды былай қоямыз. Бәрі осы суреттің үстінде жасалу керек. Міне, тиынды осылай қойдық. Қойғаннан кейін мына жерге екінші тиынды қоямыз. Екінші тиынды осылай қоямыз аккуратно. Бәрі осы фотоның үстінде істелу керек. Сосын үшінші тиынды осылай қоямыз. Достар, и мынаны да осылай қоямыз аккуратно. Тиынды осылай тұрады, достар. Маған ыңғайсыз болып тұр. Осылай қойғаннан кейін мынаны сағат тілімен дейді ғой, по часовой стрелке. Міне осы жерден бастап осылай тігіп тастаймыз, достар. Тігіп тастаймыз. Мына қызыл жіппенен міндетті түрде тігеміз. Қазір, достар, мен тігіп көрсетейін сізге. Міне, достар, мен тігіп болдым. Тіккеннен кейін свечаны аламыз. Қазір мен кішкентай түрін көрсетейін сізге. Свечаның мына жерін өртеп аламыз, достар, чтобы мына жерде тұру үшін. Барлығын осы фотоның үстіне жасаймыз. Міне, осылай. Қазір, достар, мына тұрмай жатыр. Міне, осылай свечаны бекітеміз. Сосын свечаны бекітіп болғаннан кейін мына свечаны жағамыз. Маған ыңғайсыз болып тұр, достар. Ыңғайсыз болып тұр барлығы, достар, маған. Сіздер мықтап бекітіп алуыңыз керек. Бірінші свечаны жаққаннан кейін дұғаны 7 рет оқисыңыз. Оқып болғаннан кейін сіз мына свеча полный жанып болғанша қадағалап отыруыңыз керек. Мына свеча мынаны жағып жібермеу керек. Лентаны жағып жібермеу керек. Осы техниканы жасаған кезде сіз үйде жалғыз болуыңыз керек. Басқа адам кірмеу керек бөлмеге, немесе мысық сонда жүрмеу керек. Себебі бұл жерде тек сіздің энергияңызбен жұмыс жасап жатырсыңыз. Сондықтан энергияны смешивать етуге болмайды. Осы свеча жанып болған үшін 7 рет оқыдыңыз дұғаны. Оққаннан кейін осы свеча өзі бітіп қалған үшін күтіп отыруыңыз керек. Егер сөнбей жатырса, онда мына жерге келген кезде мына лентаны өртеп жібермеу үшін онда свечаны қолыңызбен сөндіріп жіберуге болады. Мысалға, сөндірді делік. Сол кезде мынандай үлкен немесе кішкентай, үлкен осындай қалдықтар қалса, егер қалдықтары қалса, мынаны қалдықты аласыңыз да осылай бүйтіп
орап тастайсыңыз. Орағаннан кейін достар, сізге мынандай тұмарша керек, тұмарша салатын осындай қалташа керек. Әдетте болады ғой осындай. Міне мына жақта мойынға ілетін осындай тұмарша сатып алсаңыз болады, немесе тігіп қойсаңыз болады. Заранее цветі значения не имеет. Осыны осындай тұмаршаның ішіне салып қоясыңыз. Ішіне салып қоясыңыз осындай қалтаға. Осының ішіне салдық делік мысалға. Осыны өзіңіздің киімдеріңіздің арасына тығып қоясыңыз. Өзіңіз белгілі бір жерге тығып қоясыңыз. Әдетте бұл техника 40 күннен кейін жұмыс жасай бастайды. Осыны өз жаңа неге салып, киіміңіздің арасына белгілі жерге ұмытып кетпеу үшін алып қоясыңыз. Болды, басқа ештеңе қайталамайсыңыз. Ал мына суретті басқа техникаларға қолдануға болмайды. Просто үйіңізге фотоальбомға салып қойсаңыз болады. Бірақ басқа техникаға бұны қолдануға болмайды. Достар, қателеріңізге жараса лайк басып мені қолдап кетіңіздер. Сәттілік достар.